Қылмыс романы 5 бөлімнің жалғасы. Дөрбілжіндегі орталау мектепті 1941 жылы көктемде бітірдім. Озат оқыған куәлік алып шықсам да ойсырап шықтым. Енді қайтып оқырмын, қайдан оқырмын деген қайғы желкемнен баса шықты. Ендігі ең жақын мектептен Шәуешек орта мектебінен оқудың шығынын Дөрбілжіндегі семьям тұрмысы көтере алмайтын қыстан берақ есептеп қайғырысып келгенбіз. Оқушы шығаратын жатақ шығыны, тамақ шығыны, сабақ шығыны тағы календар болып аталмау жөніндегі барлық шығындарды қосқанда қолымыз жетпейтін биік екендігі белгілі болған. Жат қаладағы жатақхана шығыны мен тамақ шығыны үшін ғана жалданатын және бір аға болса жетеғабыл мүмкіндік болар еді-ау Дариға. Жалшылықтан бас артық аға да іні де қалған жоқ. Енді қайтермін деп куәлігіме қарай қайттым. Ана мектептен босап шыққан соң ендігі мектебімде, терезесі жарығырақ мекенімде үйім кітапханасы болып көрінді. Үйімға газет-журнал оқу үшін ғана емес, қол жетерлік бір оқу орнын іздестіру жөнімен де барғыштай беріп едім. Осы жазда қыр райондарынан шығарылатын көшпелі театрға ілініп қалдым да, оқуға дайындалуда мүлде аулаққа кеттім. Бұл оқыс жолға түсуіме бірнеше сабақтасы мен әке-шешемде себепкер болды. Әке-шеше әрине қымыз ішіп қан толтыруымды қуаттаса, сабақтас достарым қыздырма, жел соқтырмай ма? Сөйтіп жаз бойы 3 таудың қымызын ішіп қызы болып ойнауға шықтым. Асу аузына дейін арбамен жетеміз де, жайлаудағы елден 30 шақты лау ат алдырамыз. Соған қарағанда тым сүйкімді сауықшы емес екендігіміз белгілі ғой. Оның үстіне бұл театрдың негізгі бұйымтайы ұйымның салық қойларын қозастыру болып шықты. Әрбір заңғы елубасы ауылдарына барып ойын қоярда бастығымыз тынысқан, жиылған жұртқа алдымен сол жайында сайрайды. Былтыр салына бастаған аудандық орталау мектептің жатақханасы әлі бітпей жатқанын, қойдың бүкіл аудандағы қазақ оқушыларының игілігі үшін тез жиылып қалаға түсуі қажет екенін, данышпан көсеміміздің қамқорлығында бұл мектептің қаншалық рол атқаратынын айтып сайрайды. Қалқамай мен мамырды өз көзімен көретін болдық деп балаша қуанып отырған жұрт тынысқанның бұл сөзіне келгенде кәрілерше күрсініседі. Бұл келген адамдардың ішінде қызы жоқ сияқты ғой, мамыры қайда деп жиылған әйелдер күбірлеседі. Қалқаманы да көрінбейді, бәрі де қалпақты жаңаша киінген мұғалімдер мен шәкірттер ғой. Әйелдер бас қатырып шеше алмай отырған бұл мәселеге оларға жақынырақ отырған кейбір қу жігіттер жауап қайтарады. Мамыр мен қалқаманды көрімдік алмай көрсетеме бұлар? 2 сандыққа салып түйемен әкелгені солар емей кім дейсің? Жаңа қылқылдап сұрап тұрған солардың көрімдік емес пе? Артта қалған момын халықтың аңқауына ақылдысы айтып жатқан осы сөздер ақ біздің сауық үшін емес, қылқындау үшін келген салдар екенімізді әйгілейді. Қонағасыға күндіз-түн сойылып жатқан қойдың, әр ауылдан келіп жатқан саба-саба қымыздың, зәңгі бұйрығымен өрлі-ғырлы шауып жүрген шабарманның, айдалып не өңгеріп келіп жатқан сойыс малдың бүкіл ауыз азаматтарын албарынды етіп жатқан сахана үйі мен артындағы жасану үйінің, әр ауылдан жиылып жатқан декорация жабдықтары мен киім-кешектің бәрі де біздің зіл ауырлықты сала келген жұт салдар екендігіміздің айғағы сияқты. Күндіз Айтбек пен Дәулеттің қымыз үстіндегі қызу тартыстарына шегіміз түйілгенше күлісіп, ішіміз кепкенше ішеміз. 8 қанат үйге сыймай сырттан да тыңдайтын думаншыл жастар мен сауық құмар әйелдерді мәз-майрам ду-күлкіге бөлеп отырғанымызбен атқа мінерлердің ауыл сыртында кедей-кепшікті қаншалық аттандатып жатқандығын әуелде аңғармаппыз. Жұт болсақ та бар салмағымызды байлар көтереді деп түсінуші едік. Қаладан шыққанда алман салық бөлінсін жуан мойынмен бірақ көтеріп алғандай ыңқылдап, іркілдеп шығатын зәңгі елубасылар өз ауылына келе сала, қақпішкедей мен жауыр жалшылардың қыла арқаларына артығымен арта салатын тұңғыш рет бір елубасының ауылында көрдік. Қымызбен қызыққа бөккен сондай бір 8 қанат үйден Қиялзат екеуміз дүзге шықтық. Жазық сазды да айнала қонған көп ауылдың орта шеніндегі бір топ үйме-жүйме қойтастарға қарай тарттық.
Түскі ашық күн, жаңа қоныс, жап-жасыл жасаң аңқыған иісін өз ішіне тойымсыз тартып тына қалыпты. Бұлай шыға бергенімізде үйдегі толассыз дуылдаған күлкі көмескілене қалды да, сол қойтастардың сыртынан ақырған ашулы тарғыл дауыс естілді. Алқа қотан малдастарын құрып отырған бір топтың ортасынан сақалсыз қара мұртты Омарбек елубасы ерекше күжірейіп көрінді. Оның қарсы жағында жүгініп екі тонды отыр. Бірі ескі тымағын шыжыған ыстықта баса киіп алыпты да, бірі тымақты алдына тастап, маңдайдан түйілген кір-кір шытпен отыр. Бұлардың артын ала бір бүкір кемпір түрегеліп тұр. Шығыс жағында бір бөлек ауылдан үйелмелі-сүйелмелі екі жалаңаш баласын екі қолымен дедектетіп жыртық кәжекейлі әйел жетті. Оның артын ала және екі қызыл жалаңашын жетектеп бір кішкенесін көтерген жастау әйел келеді. Оның тым шардиып теңселіп келе жатқанына қарағанда құрсағымен төртінші біреуін көтеріп келе жатқаны анық еді. Еркектері қайда бұлардың, бермегендерінің бәрін шақыр, сен баршы деп елубасы бір шабарманын жұмсады. Театр қоя келіп өзіміз бір театрдың үстіне түскендей Қиялзат екеуміз жалпақ тастың үстіне отыра қалдық. Қарамағансып көз құйрығын жүгіртіп отырмыз. Ой, әлгі сойысқа беретін малдарың қайда деп ақырды елубасы. Кеше елу ғой сойыс осы ондықтың түтін басына бөлініп еді ғой, бір ғана маған келген сыйлық емес қой бұл. Мырза, мен қой таба алмадым деп тымақты шал алдымен жауап қатты. Сауындық 5-6 лақты ешкім ғана қалып еді, соның біреуін әкеліп берейін, қайтемін енді. Елубасы енді шыттыға зекірді. Ей қоңқай, сенің қойың бар емес пе еді? Мені сынап отырмысың, неге әкелмейсің? 4-5 сауықтан басқа бойдақ қалмап еді менде. Тақсыр-ау, күзде тауып берейін, қазірше өзіңізден бір бойдаққа қарызданайын деп отырмын. Жаман ұста жанынан демекпісің, бір қозыңды күзде бойдақ қой қатарында өткізе салмақсың ғой. Қиқаңыңды қойып қазір тауып кел. Сұрамаған жерім қалмады тақсыр, сойысқа өзімді апарып сойсаңызды дәл бүгін таба алмаймын деп Қоңқай аталған чытты жауабын кесе қайырып қалып еді. Елубасы қамшымен қасқайта салып жіберді. Қамшының өрімі арқасына барып тиген Қоңқайдың тоны сарт-сарт ете түскенімен өзі үнсіз қыбырсыз отырып қалды. Қайдан тапсаң да келтіресің бүгін. Үйімнің салығынан бөлінген 2 қойды да бүгін табасың. Үкімет адамдары адам сойғызып жегелі келіп отыр ма екен? Бүгін таппасаң өз сөзіңді айтып осы үкіметтің өз алдына салып беремін. Үрімжіге айдалып жатқан мықтылардың қайсысына мықты едің сен неме, көзіңді ашып қара. Төбесіне жай түскендей отырып қалған Қоңқай ауыз аша алмай тұқыра берді. Бұл сөз болып жатқанда келген кекселеу 4-5 тондыға төнді елубасы. Сендердің сойыс малдарың қайда? Сойысты кешке жақын әкеліп береміз деген сирек бурыл қара сақал мұртты қара шал жүгініп отыра қалды да қолын қусыра сабақтады сөзін. Ел қонағы елге ортақ қой, елубасы мырза, мал болмаса да жанымыз бар, бір сойыс тауып берерміз бұл қонақтарға. Тапсаңдар тілдеріңді емізбей тез табыңдар. Кешеден бері 20 мал сойылды. Менің аз ғана бойдағым бітіп қалды. Қиялзат екеуміз бір-бірімізге қарадық. Бұл ауылға кеше келіп түскеннен бері 7-8 қой ғана сойылғанын білетінбіз. Тұс-тұстан келіп жатқан мал бұл есептен әлдеқайда көп көрініп еді. Үйде дуылдап отырған бізге көрінбей келіп түскені мүмкін одан да көп болар. Сирек бурыл сақалды шал елубасы сөзінен мақұлдық білдіргенде изектей сала жүгінген бойы тізесіне қолын тіреп отырып сөйледі. Мырза, біз мына бесеуміз көпшіліктің сізге айт деп тапсырған тілегін жұрт талабын ала келіп едік. Елшіге өлім жоқ деген соны айталық. Біз қаладан тым шалғай кедей-кепшіктер сол мектепке бала жіберіп оқыта алмаймыз ғой. Оқытайық десек те оралымыз жетпейтінін өзіңіз де білесіз. Ал енді қайт дейсің маған? Мен ғана емес, сол оқыта алмайтындай мектептің салығын төлей алмаймыз дейді. Әркім өз әлінше базарлайды, аяқты төсегіне қарай көсіледі. Баласын алыс жіберіп оқыталатын ауқаттылардың өздері төлесін деп жатыр жұрт. Қолымыз бір арқамызды қасуға жетпей отырғанда, олардың балаларын оқытуға қой берер қалымыз жоқ қой дейді. Ей, сен кімнің жоғын жоқтап келіп отырсың деп мұртын едірейте қарады елубасы. Ажалды киікше адырға шығып, ел қамқоры бола қалыпсың ғой, сенің атың зарықпай ғой, Тағы нең бар айтатын, бұзықбасы? Үкіметке қарсы қалған сөзің болса, тағы айтшы қане. Мырза, өз қалпымызды айттық, қарсылық қып не айтыппыз сонша? Үкіметтің оқуына қарсылық немене. Мектебін салса алмаймыз, баламызды оқуына бере алмаймыз деп айқайлауың бұзық
жаршылық емейне деп елубасы зірк-зірк ете түсті. Жер астынан жік шықты, екі құлағы тік шықты деп қара құлағыңды қалқита шықтың ба бүгін? Жүрші ғане, мына үкімет адамдарының алдында сөйлесейік. Ей қоңқай, сен де жүр үкімет алдына. Жүріңдер бәрін, жүр, зарықпай. Елубасы орнынан атып тұрып қамшысын үйіріп қалды. Жүрсек жүрдік деп зарықпай жүре беріп еді. Тақсыр мен беремін дедім ғой деп қоңқай құрақ ұшып барып елубасының алдын тоса берді. Қарсылығым жоқ, өзімді сатсам да қарыздансам да тауып беремін дедім ғой мен. Балаларымыз аштан өлсе де тауып береміз дедік қой деп тымағын баса киген шал да бүгежектей түсті. Жидашы болып жүрген онбасы осы сәтте зарықпайларды қайта жүгіндіріп жығудың әдісін таба қойды. Елубасының алдына екі қолын кере жайып, жолын мүлде кесті. Тақсыр, ашу алдында ақыл соңында. Біз сіз тұрғанда қай шоқыншыққа барып жүгінерміз? Ноқ дейді де айдап сала жөнеді олар. Істі насырға шаптырмай өзіңіз ғана бітіре көріңіз, өз арамызда бітсін. Тақсыр елубасы, біздің зарымызды сізден басқа кім тыңдар? Я сізге еркелеп тұр бұл жұрт, еліңіздің базынасы ғой. Өтірік сөйлесекші, қашан қалай тауып берге келсекші, отырыңыз десіп, онбасыдан басқа да мысықша атқа мінер бедектер қолпаштай жөнелгенде қоңқай мен тымақты шал екеулеп елубасының етегіне орала жүгінді. Ырсылдай шегініп барып қайта отырған елубасымен бірге жапырылып көпшілікте отырысып еді. Салқын қарап үнсіз тұрған екі-үш тонжымен зарықпай да бір-біріне қарасып алып отырды. Қабағы қарыс жабылған екі балалы қара қатында ішті сыртты 4 баламен келіп тұрған жастау әйел де жайымен отырыса кетті. Күрсінсе отырды екі әйел. Сызданған семіз елубасы сыздықтатып тың бәсең үнмен сөйледі. Мұнан соң өз айтқанына көндіретін толық білген соң бәсеңсіді білем. Қиялзатқа қарап тітіркендей тісім сақ-сақ ете түсті менің. Біздің алдымызға салып айдатамын деп қорқытып алдау дедім. Неден екені белгісіз, мен өзім де сол жәбірленгендермен бірге шаншылғанда іште езіліп отыр едім. Алдыңғы жылы ел садық мектеп салуға тиісті соманың байлардан ғана жиналып жатқан талай рет айтып еді ғой. Иә, солай болатын. Мына мықтылар соның есесін енді алып жатыр. Біріне екісін қосып жияды бұлар. Елубасы сайлануға басын бой тігетіні осылай тонау үшін ғой деп күлімсіреді Қиялзат. Тегі сол ел садықтар қолға алынған соң қулықта өзгеріп кетті ме екен? Мен саясаттың не деген сөз екеніне жауап бергенімде бәрін күліп едіңдер ғой, ал күлші ғане. Екеміз тастың үстіне күле тұрдық та жылаулар даласынан думанды ортаға қайта тарттық. Бұл туралы қазіргі уақытта сөз ашуға болмайды деп ескертті Қиялзат. Іске бүлгіншілік жасады деп жар сала жарысатын пәле бұл. Қаладағы шаңия гайжаңдарда осындай алтылы саясаттың парақорлықты қиянатты жойғаны қайда? Алдыңғы 2-3 жыл ғана біраз шектеліп еді. Бұлар саясатшыл емес пе деп тағы күлді Қиялзат. Уағдада қу тұра ма? Біз мұның қойын жеу үшін емес, қорасын толтыру үшін келіппіз ғой. Үлкен тегенелерде шып-шып сапырылып жатқан қымыз, кең жайылған мол дастархан толы бауырсақ пен қант, құрт ірімшік, табақ-табақ сары май, табақ-табақ қуырдақ жағымды иісімен мұрын жарған осынша молшылық қайдан келіп төгіліп жатқанын толық түсіне кірді күйге. Тон шалбарлары қаудірлеген малшының да қара күйік етектері жалбырлаған жалшы әйелдің де қызыл жалаңаш денесі күс-күс сауыс-сауыс қотыр қожалақ балалардың да біреуі көрінбейді бұл жәннат үйде. Тіпті үй сыртында да жоқ, ақ қаздай балпиған аппақ шылаушты зер жақты бәйбішелер ме сызылған қызыл-жасыл торқалы қыз-келіншек, кердиген кесіл кербез мырзалар отыр. Сырлы тостағандарды 3 саусақтың ұшында ғана қондырсып тым сәнмен отыр. Біздің әріс ағаларымыз асау қалжың асқан әндерімен оларды баурап әкетіпті. Барлық көз соларға төнулі екен. Қарқылдаған жарқылдаған күлкілермен мерейлі сыншыл жымиыстар тынысқанның нәзік мұңды скрипкасы тартылғанда ғана тына қалысты. Шыңырау терең мұң мен зардың толқыны мұңсыз мырзаларға оттаған ыстық мамықтан жұмсақ махаббаттың лебіндей ғана білініп, өзінің қылдан жіңішке құмарлық торын жайғандай сезіледі. Әйелдер арасында бәйбіше үстіне түскен тоқалмен малға байланып отырған қалыңдықтар бар көрінеді. Сорлы зарын сор шеккен түсінеді. Ондайлар оқыс күрсінумен өңдері күреңіте қалумен байқалып қойып отырды. Біз күннен кейін клубымызға барып сахнамызды жайғастырамыз да үмір түсе жасанып үрелге шығамыз. Шымылдық ашылғанда бұрын театр көрмеген жұрт дабырласып ала жөнелді. Әр жерден одағай оқшау сұраулар жауып, оған жөнді-жөнсіз жауаптар айтылып жатыр. Міне енді келіпті мамырдың әке-шешесі. Ойпыр-ай, күндіз жоқ еді ғой, қай жақтан келе қалған бұлар?
Шіркін-ау, мамырың сұлу-ақ екен өзі. Көрейін деп күндіз қанша сығаласам да қалпақтардың бірін ұқсата алмап едім. Қайда жасырынып жатқан бұл қыз? Қалқаман шыққанда ауыл жігіттер есінен айырыла жінікседі. Па, жігітім ақ екен өзі. Бәсе, бұлай болмаса жолында мамыр өлеме? Міне мамыр өлемей қисасын естімеп пе едің бейшара-ау, әкесінің інісі Көкенай атып өлтірмей ме? Уақиға өрістей келе көрушілердің барлық қарғысы Көкенайға жауды. Кейбірі оның қыңыр сөзіне қарсы дау айтып, кейбірі тіпті ашық тілдеп жіберді. Көкенай роліндегі Дәулет сахнада отырса да, оларға есесін жібермей күбірлеп, кәрісі боқтай отырады да, қасындағы рөлшілерді күлкіден қинап қара терге түсіреді. Көкенайдың атқан жебесі тиіп мамыр жығылғанда, қасындағы нөкер рөліндегі әйелдермен бірге көрермен әйелдерді шу ете түседі. Көкенай қарғамайын, сөзіме бақ, ісім жөн, бір Құдайға көңілім қақ, екі қан бір өзіңе ауыр болар, болмай енді қалқаманның қанын ортақ. Өлер алдындағы мамырдың ақтық айтылатын осы ұзақ сөз үзіліп шығып жатқанда, көршілерден жыламаған әйел қалмады. Тіл атаулы байланғандай, үн атаулы өшкендей, тым-тырыс отыр, тым-тырыс көз жас, пыс-пыс, мұрын пыс-пыс, жылау. Біз жаз бойы қалып осылай жылатып жүріп таудан 8-ші айдың ақырғы шенінде бірақ түстік. Тергеушім, көпшілікті жылатудан үлкен қылмыс жоқ шығар. Біз сол жылы жазда тау қалқын қан жылаттық. Күндіз сойыспен тойлап жаттық та, жылаттық та, түнде өлі іспен ойнап жылаттық. Шынымызда қылмыс, ойнымызда қылмыс болды. Сумаңның қолы мен жыланның тілі бір текті ғой, балық тілдес, бақ үндес болмай ма? Біздің сол жаздағы қылмысымызды өзіңіз тектес, тергеу шеберлігін толық игерген инабатты сол зәңгі елубасылардан сұрап анықтарсыз.